Бұл видеода сіздерге мынандай оюды қалай сызуға болатынын көрсетем. Бізде бұл оюды негізі векторға айналдыра салуға болады. Негізі оң жағын басып, быстрая трассировка жасап, жаңағы векторға айналдырсақ болады. Бірақтан егерде бізде некачественный жаңағы картинка болса, немесе размытый болса, или өзіміз қолмен сызып, соны жаңағы сызу керек болса, мысалы қолмен сыздықта суретке түсірдік, Corelға лақтырдық, некачественный болса, егер онда оны айналдыра алмайсыз, сол кезде қолмен сурет салуға тура келеді. Бұл оюды салу үшін бізге жаңағы бұл ою негізі симметричный, мына жағы бірдей, екі жағы бірдей. Ол үшін біз мына бір жағын ғана саламыз. Мына бір жағын ғана саламыз. Мысалы, тура ортасына қойып, міне бізге мына жағын саламыз. Содан кейін осыны копировать етіп, келесі мына жағына қойған кезде бізде бәрі дұрыс шығу керек. Негізі осы төрт бұрыштан бастай берсек болады. Мынаның несін контурын кішірейтіп алайық. Контурын толщина сверхтонкий қыла саламыз да. Енді бізде қалай істейміз бұны? Қазір бұл бізде объект болып тұр, төрт бұрыш. Бұны аламыз да оң жағын басып, преобразовать в кривойға басамыз. Сол кезде бізге кривойға айналады. Біз бұны мына точкалар бойынша жасаймыз. Мына точка, бір точка, екі точка, үш точка. Содан мына жерден тағы бір точкаларды ашсақ болады, бірақ бұл думалақ точка болады. Мына жерде тағы бір точка. Ал енді бастайық. Бірінші мына жерден бір точканы аламыз, немесе мынау бір несін алып, үстіңгісін алып, мына жақ қойсақ болады. Бір айта кететін нәрсе, мынау кривойға айналдырған соң біз мынау форма несіне өтеміз, инструментіне. Аламыз да shift'ті басып тұрып, shift'ті баспасақ, бізде дұрыс емес қозғалып кетуі мүмкін, бүйтіп қолмен қозғалсақ, shift'ті бассақ түп-түзу жүреді. Shift'ті басамыз, қоямыз үстіне, бізде бір точка пайда болды. Екінші точка бізде мына жерде. Тағы бір точка жасаймыз. Кез келген мына жерден жасасаңыз да болады, мына жерден без разницы. Мынау созылған кезде ондай ешқандай әсер етпейді. Міне бізде мына бір жағы пайда болды. Енді бізге бұны мынандай думалаққа айналдыру үшін тағы да осы точканы басамыз да, екі рет емес, бір рет басамыз. Оң жағын басамыз да, преобразовать в кривую дейміз. И осы жерде бізге керекті жаңа форманы аламыз. Міне мысалы мынандай. Енді бізде тағы бір точка бар мына жерде. Бұл жерде қарайсыздар. Мына бізде көрдіңіздер, былай тұрады. Мына былайынан думалақ болып кету керек. Мына жерде тағы басамыз да, преобразовать в кривую дейміз. Бір созып аламыз былайынан. Мынау усиктарынан ұстайсыз да, созып аласыз. Мынандай егер жетпей қалса, бітіп соза берудің қажеті жоқ. Былай созса да болады. Бірақтан былай істесеңіз болады, мына жерде басасыз екі рет. Тағы бір точка пайда болады. Думалақ, бұл уже думалақ точка болады. Мынаны басасыз. И мына жерден тағы бір точка алсаңыз болады. Тағы бір точка. Мынаны бүйтіп кішірейтсеңіз, мына жерді көрдіңіз, кішірейеді. Мына жер кішірейіп кетсе, мына жерін үлкейтіп қоясыз. Бәрі бір взаимосвязанный сияқты болып тұрады да. Енді бізге тағы бір точканы алып, мынаны ішіне кіргізу керек. Тағы бір точка аламыз. Былайынан қойдық. Мысалы, былай қойдық, ішіне кіргіздік. Тағы бір точканы аламыз да, былай шығарамыз мынаны сырт жаққа. Мына жерді бүйтіп қоямыз. Енді бізге тағы да ішіне кіру керек болған. Негізі бұдан да басқа әдістері бар әрине, бірақтан бұл бір әдістердің бірі деп ойлау керек та. Ал алдық. Енді мына жерін бір точка қойып қойық. Мына жерден тағы бір точка аламыз. Осындай грубо бүйтіп пока істей саламыз да, былайынан. Примерный қылып ше. Мынандай қылып істедік, мысалы. Былай грубо алып істейміз да. Мына жерде, мысалы, бәрі белгіленіп кетті. Бір-ақ точкасын аламыз да, былайынан қоямыз. Мысалы, міне.
көрдіңіз бе? Бізде мынандай осындай грубый форма пайда болды да. Енді бізге осыны домалаққа айналдыру керек. Мына жерде көрдіңіз бе, мынау лишний точка мысалы басамыз да, білеміз бірақтан сол лишний точка екен, бізге керек екен. Біз бұны аламыз да преобразовать в кривую дейміз. Тура бағанағындай былайынан созамыз. Бұны да пока бүйтіп әшейін грубо соза берсеңіз болады. Точка создавать етеміз, бұл уже домалақ болып шығады бізде. Мына жерде то же самое алып тастаймыз да, тағы бір точка создавать етеміз, и осы жерден домалақ болып шыға келеді. Енді мына орта жағын жасау керек, мысалы бізге мына точканы алып тастаймыз да, бұны домалақ қылып жасаймыз, преобразовать в кривую. Усиктарынан ұстаймыз да, былайынан, примерно былай. Тағы бір точка жасасаңыз болады мына жерден. Мына жерден мына усикті алып тастаймыз да, мынау кері жоқ бізге. Мынау қазір алып тастақ, былайынан кетеді, көрдіңіз бе? И мына точканы аламыз да, тоже былайынан созып жібереміз. Мына жерде то же самое, тағы бір не жасаймыз, точка жасап, айналдыра саламыз. Мына жерде бізде көрдіңіз бе, мына жерде бір лишний точка болып тұр бұл. Біз грубо алып алдық қой біріншіші. Соң кейін барып сөйтіп істесеңіздер кішкене оңай болады да. Бұл точканы алып тастасаңыздар болады. Басқа точка жасайсыз, ол уже кривой точка болады. Былайынан жасай бересіздер жайлап. Мына жерде тарта саласыздар кішкене. Былайынан мынау точка белгісі да усиктен бүйтіп тартып жүресіз кішкене. Мынаны тартып жүресіз. Мына жерден тағы бір точка жасасаңыз болады бүйтіп. Негізі точкалар аз болған дұрыс, мынандай болмас үшін. Бүйтіп көрейік қалай болады екен. Ой. Мына жақтан бүйтіп тартайық. Мына жақта бізде көрдіңіз бе бір. Оладынан бір точка. Енді дұрыс болды деп ойлаймын. Енді бізге мына жақты создавать ету керек. Бұл да тура сондай принциппен жасалады. Мынаны алып тастаймыз да, мына жерден бір точка, былайынан созамыз, кішігірім. Мына усиктерді қозғаған кезде всегда бүйтіп үстіне қарап отыру керек та, өйткені үсті де қозғалып отырады бұл жерде. Мынаны усикті алып тастаймыз. Бізде мынау тоже самое мына жерде былайынан тұрады мынау. Примерно осылай тұрады. Мына жердің ішіне кіріп кетеді. Былайынан. Мына жақ үстіне шығып кетеді. Осындай упражнениелер көп жасау керек та, осындай түсіну үшін. Қалай жұмыс істейді деген кезде. Басында кішкене қиындау болып көріну мүмкін, бірақтан аса бір ешқандай қиындығы жоқ. Мына бізде төрт бұрышымыздың усигі көрдіңіз бе? Мына неғып былай тұр десеңіз, өйткені мына жақ кривой болып келді, мына жақ түзу болып кетті, сол үшін осындай бір эффект. Мына жақтан тағы бір усик создавать етеміз. Тура бағанағындай істесеңіздер болады. Мына жерге точка создавать етіп. Мына жерде, видите, мына жерде қазір кривой болып тұр, соны линияға айналдыра сап, былайынан көріп, қалай болатындай деп көрсеңіздер болады. Мынаны тоже преобразовать в линию. Линиямен жұмыс істесеңіз кішкене оңайырақ болады да басында. Мынаны тоже ішіне примерно мынаны былайынан алайық. Мынаны мынаны былай аламыз. Мынаны примерно былай аламыз деген сияқты. Сол кезде түсінікті болады да, қалай структурасын жасау керек екенші. А то сразу кривоймен жасай берсеңіз кішкене қиындау болуы мүмкін. Бізге енді мынаның жалпы структурасы белгілі болды. Енді жайлап кривойға айналдыра берсек болады. Мына жерде лишнийін алып тастасақ та болады былайынан. Мына жерде преобразовать в кривую дейміз да. Мынаны былайынан белгілеп аламыз. Басында шли бір точностьтың қажеті жоқ. Бірінші әшейін грубо жаңағы бір несін эскизін жасап алғандай боласыз ғой. Мына жерде алып тастайсыз да, тоже преобразовать в кривую. То есть бізде кривойға айналды ма? Айналды. То же самое. Былайынан шығарып аласыз.
Так, мына жерде белгілеп алдым да. Примерно несі шықты. Мынаны алып тастасақ та болады. Мына жерде аламыз да, преобразовать в кривую дейміз, то же самое. Бірақтан уже мынадан асырып жүреміз. Мына жерде алып тастаймыз, мына жерде алып тастақ болады. Мына жерде мынаны алып тастап көрейік. Басып көре бересіздер ғой, мелочь ешқандай ештеңе бір қатты өзгеріс болмайды да. Мына жерде былай қоясыз. Ой. Так, мына жерде кішкене дұрыс емес істеу. Былайынан көріңіз, былайынан қозғалсаңыз, жоқ, үсті қозғалмады. Мынау усиктерге былайынан қозғалсаңыз, көріңіз, қалай ішке қозғалады. Егер былай қозғалсаңыз, былайынан сыртқа қозғалады. Былайынан қозғалсаңыз, іш жағына. Былайынан кішірейеді, былайынан үлкейеді ғой, в общем. Бүйтіп жайлап, осылай жұмыс жасай бересіз. Жоқ, бұның қажет жоқ, бір усик лишний болып кетті. Тура мынау линия бойынша жасап та қажет жоқ кейбір кезде, өйткені суреттер бір тура болмайды ғой кейбір кезде. Былайынан қоямыз. Мына жерде енді, мына жерде тоже самое. Мына көріңіз, мына точкамыз жоқ болып кетті. Бізге ол үшін мына жерден бір точка жасау керек. Бізде симметричный болып шығу керек қой. Мынау біреуін алып тастаймыз да. Мына жерден преобразовать в кривую дейміз да. То же самое мына жерде. Енді бізде мына лишний не бар? Мынау точка лишний. Мына алып тастап көрейік, қалай болады екен. В принципе, мына жақ дұрыс емес болып кетті. Ол үшін алып тастап, мына жерден қайтып кішігірім былайынан созасап, бір точка жасап. Мына жерден тағы бір точка жасасап, былайынан жасап. Мына жерден кішігірім бүйтіп созып жүрсе болады, былайынан. Соңғы мынаны кішкене былайынан созамыз. Енді мына жерді қалай келтіруге болады? Бұл да, в принципе, то же самое. Мынау усиктермен қозғалып көрсеңіз болады. Үсті қозғалып отыр, көріңіз. Егер үсті қозғалып жатса, мынандай бір точка жасайсаңыз, бір аса бір өзгеріс алып көрмейді бұл жерде. Мынау усикті тартамыз. Енді бізде жалпы жасалды деп ойлаймын. Мынандай бір кішігірім нелер бар, әрине. Мынандай бір кішігірім минус. Былайын алып тастасақ та болады екен. Алып тастасақ более әдемі болып тұр. Так, примерно жасадық. Енді бір идеально жасаған жоқпыз, ұқсайды. Мынаның бәрін қарап аламыз. Мынаны кішкене үлкейтіп жүрсек те болады. Мына жерде то же самое. Мынау бір усикке қарасаңыз, бүйтіп. Мына жерде бір точка создавать салуға болады. Осы мен болды деп ойлаймын. Енді бізге не істеу керек? Енді мына суретті былай алысқа қойсап, мына көріңіз, жартысы бізде шықты, примерно. Жартысы шықты. Енді мынандай недочеттар бар. Бұның бәрін дұрыстай беруге болады. Бүйтіп алып, дұрыстап, бөлек созып дегендей. Негізі ненің үстінде қойып істеу керек еді. Енді бізге бұны мына жаққа оң жағына копировать ету керек. Бұны қалай копировать етеміз? Оң жағын басамыз да, бізге плюсті басамыз. Клавиатурада плюсті бассаңыз, бұны копировать етпейді. Бір рет плюсті басасыз, копировать етеді. Или просто Ctrl-C, Ctrl-V копирование тоже, без разницы. Плюс десеңіз, жылдамырақ болады. Плюсті басасыз, копировать етеді. Ctrl-ды басасыз. И мынау оюдың сол жағынан ұстайсыз да, оң жаққа бұрасыз. Сол кезде мына екінші жағы пайда болады. Екінші жағы пайда болған соң, бізге бұл екеуін қосу керек. Ол үшін екеуін бірге белгілеп аласыз да, мына жерде мынандай инструмент бар, объединить деген.
объединить басасыз, қосыла түседі. Мына жерлердің ұштарын қарап жүресіздер, бәрі дұрыс па, мына жерлері дұрыс па. Енді бояйсыз ба, в общем, бәрі бір цельный объект болады, то есть